Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді асқабақтың арқасында алтын түстес болып тұрған дәмінің өзі бір қанық дәм беріп тұратын осындай өте керемет кекстар жасайтын боламыз. Менің арнамда осындай өте керемет рецепттердің түрі бар, сондықтан да жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Кекстарды дайындау үшін ең алдымен біз ыдысымызға суымызды, қантымызды және де еріген, осылай қатты еріген сары майымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біркелкі масса пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Кейін осы массамызға еліктен ұн мен разрыхитель араластырған массаны, яғни құрғақ ингредиентті қосып, еліктен қосып өткізіп алып, біркелкі етіп жақсылап тұрып араластырамыз, яғни екі бөлікке қосып араластырамыз ұнымызды. Екінші бөлік ұнымызды осылай қосып алғаннан кейін жаңағы құрғақ ингредиентімізді біз осы массамызға асқабақ пюресін де қосып жіберетін боламыз, яғни асқабақ пюресін қосып бірге араластырамыз. Асқабақ пюресін дайындағанда асқабағымызды 200 грамм жаңағы белгілі мөлшердегі асқабағымызды алып, дәнін, сыртын барлығын аршып, салқын суға отқа қойып қоясыздар піскенше. Піскеннен кейін оны блендерден өткізіп, осындай пюре дайындап аласыздар. Осындай міне массамыз, яғни қамырымыз дайын болады. Біздің барлығын араластырып дайындап алғаннан кейін оны біз ыдысымызға саламыз, яғни кекс ыдыстарымызға барлығын салып шығасыздар. Видеодағыдай барлығын салып алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут піскенше пісіріп аласыздар. Міне осындай өте дәмді, өте керемет біздің кекстарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.